Ассалаумағалейкум қазақ елі, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Қорамызға жаңадан мал келіп қосылды. Алдыңғы базар осы биені сатып алғанбыз. 605 мың болды. Міне құлыны, еркек құлыны. Міне бие. Қазір еті төмен, арық, сауғанға алдық. Өздеріңіз білесіздер, өзіміз бие сауып, әрі байлап отырып бие сауымыз. Осы биені сауып отырып байлай береміз. Қазірден бастап жайлап жем беріп бастадық. Ибермек салып келгеннен кейін ибермегін салып, шек құрттың өлтіретін дәрі, ибермек деген білмейтіндер болса. Қазір 2 мезгіл жем жеп тұр. Сүті нормальный, жайлап көбейіп жатыр сүті. Еті де алдағы уақытта көтерілетін болады. Қазір арпа сабан дәнімен шөп беріп жатырық. Бастапқы бірінші, екінші күні құр сабан бергенбіз, дәнсіз арпа сабан. Қазір арпа сабан дәнімен беріп жатыр. Жемді жайлап, оны да көбейте береміз. Біз негізінен көп биені, үйретілмеген биелерді ала береміз. Бірақ ләж болса, жуас биені алуға тырысамыз. Бұл бие де бұрын сауылмаған екен, өзіміз сауып үйреттік. Бұлай бірақ қол бала жуас. Бірақ нашетінде ерінен андай екен. Оны білдік базарда, бірақ жазылып кететін шығар деген ойдамыз. Еріні астыңғысы астында, короче, жіп байлап тартқан ба, осындай сәл салбырап жан жоқ сияқты отырады. Бірақ шөп бәрін, су, жем бәрін ұрып тұр. Жазылатын шығар. Если емін білетіндер болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мына құлыны еркек, шамамен 1 айлық құлын. Мынау менің алдыңғы видеода көрсеткен бием. Алдыңғы 2 апта бұрын базарда өтпей келген, одан бері қарай байлап жатырық. Еті нормальный көтеріліп қалды. Жүні түсіп, нормальный формасы келіп жатыр. Алдыңғы видеода байқасаңыздар, алдыңғы видеоны қазір сипаттамаға и комментарийға тастап кетем. Сілтемесін сол жерден көрсеңіздер болады. Осы биені алдыңғы видеода сәл арықтау етін нормальный болды қазір. Ары қарай байлай береміз. Жақсы сойғанға жарайтындай қылып байлай береміз. Ары қарай тоқтатпаймыз. Жем, шөп, су барлығы өзіме беріліп тұр. И мына жақта бізде ценовалды осыған обзор жасап түсірген болатын. Көрмегендер болса, оны да сілтемесін комментарийға, описанияға қалдырып кетем. И төбеде подсказкаға де қалдырам. Сосын мына жақта біздің құнан өткен жолы видеода көрсеткен, өткен жолғы видеода. Бұның да еті жақсы болып қалды. Ибермек салып, кәдімгідей жем, шөп бәрін дұрыстап беріп жатыр. Бірте-бірте көбейтіп. Алдыңғы видеода бұл нашарлау етін, еті жүні түспеген, сондай болып тұрған. Қазір жүні түсіп нормальный болып қалды уже. Қазір барлық малдарға осы бордақысы болсын. Бізде барлығы негізі бордақы ғой. Барлығы жем жейді, барлығы осы арпа сабан дәнімен жеп тұр. Тек біреу сабанды дәнсіз құр сабан, арпа. Бұны сиырға береміз. Қалған жылқылар болса, осыны жеп тұр. Олай болса, достар, осы видеода мен өзімнің қорамдағы жаңалығымен бөлістім. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, арнамды қолдай кетіңіздер. Алда тағы да қызықты жаңалықтар болып жүрсе, арнаға салып түсіріп отыратын боламын. И осы биенің семіру процесін салып отыратын боламын. Бүгінгі менің видеом өз соңына келіп жетті. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.